Қызылордада келін өзінің енесіне ескерту берді, соттың айтуымен. Жамбыл облысында қайын атасы 15 күнге қамалды, келіннің бала аттаған үшін. Яғни осындай өзгерістер қайдан пайда болды десек, ол кешенді жылдар бойы біз жасырып келе жатқан табу мәселе болды. Тұрмыстық зорлық зомбылықты айтпа, ұят болады, жақсылығыңды жасыр, жақсылығыңды асыр, жамандығыңды жасыр деген психология көп қазақ әйелдерінің түбіне жетті. Осы патриархалды көзқарас, әйелсің, құрбансың, бақытты болам деп барма, бақытты етемін деп бар. Біз осы паттерндерді өзгертуіміз керек. Мен неге біреуді бақытты етуім керек? Мен өзім де бақытты болуға лайықпын. Мен неге өзгелердің сөзіне төзуім керек? Менде ар ожданым, қадір қасиетім, қабілетім бар. Менің де білімім бар. Мен әйел болған үшін неге құрбандыққа өз өмірімді, өз карьерамды шалуым керек? Бізде осындай көзқарас қазір мейнстримге айналып келе жатыр.